Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біздер дегеніміз кинематика бөліміндегі қозғалыстарды қарастыратын боламыз. Бізде қозғалыстардың екі түрі бар. Оның бірі бір қалыпты қозғалыстар. Және екінші қозғалыс түрі ол айнымалы қозғалыс түрі. Айналмалы қозғалыс түрі. Бұл қозғалыстарды қарастырып көрейік. Ең бірінші қозғалыс деп отырғанымыз не? Бізде кинематика бөлімі осы қозғалыстарды қарастырады. Яғни белгілі уақыт аралығында дененің өзінің орын ауыстыруын бізде қозғалыстарға жатқызамыз. Енді қарайық. Bir қалыпты қозғалыстарымыз екіге бөлінеді. Түсу сызықты. Және екіншісі айнымалы қозғалыс. Оқушылар көбінесе осы жерін жатады. Мынау айналмалы қозғалыс, мынау айнымалы қозғалыс. Екеуі екі түрлі қозғалысқа жатады. Ең бірінші бір қалыпты түсу сызықты қозғалыс дегенімізде соны қарастырып көрейік. Bir қалыпты түсу сызықты қозғалыс кезінде белгілер қозғалыс жасалды деп қарастырайық. А, В, С аралық. А мен В аралығында бізде S1 жол жүрілді, В мен С аралығында S2 жол жүрілді. Соған қатысты екеуінде де белгілер уақыттар жүрілді деп қарастырайық. Енді қарайық, бірінші мына жерде бізде А мен С деп отырғанымыз не? А мен С деп отырғанымыз ол бізде орын ауыстыру деп аталады. Орын ауыстыру. Ол бізде С деген әріппен белгіленеді, векторлық шама әрдайым. Орын ауыстыру деп отырғанымыз кез келген қозғалыс басталған кезде оның бастапқы нүктесі болады және соңғы нүктесі болады. Осы бастапқы нүктесі мен соңғы нүктесін қосатын сызықты бізде орын ауыстыру деп атайды. Мысалы, белгілі бір Әйгерім деген қыз үйінен шықты, мектепке барды. Бастапқы нүктесі ол үй, соңғы нүктесі ол мектеп болып тұр ғой. Демек, осы үй мен мектепті байланыстыратын сызық бізде не деп аталады? Орын ауыстыру деп аталады. Енді қарайық, бұл қозғалыс кезінде біздің Әйгерім мына А мен В-ның аралығында белгілі бір жол жүреді. Жолға ода Т1 уақыт кетсін. В мен С-ның аралығында белгілі аумақта жол жүреді, оған Т2 уақыт кетсін. Егер біздің мынандай шарт қарастыратын болсақ, С1 мен С2-ның жолы тең деп қарастыратын болсақ, яғни А мен В-ның аралығы 5 метр болатын болса, В мен С-ның аралығы да сондай дәл сондай 5 метрге тең болады. Бұл жағдайымызда 5 метр болсын. Т1-імізден Т2-іміз де тең болсын. Ол 5 метрдіге бізде жалпы 60 минут кететін болсын, бір сағат. 60 минут кететін болсын. Мына аралықтағы біздің S пен Т-ға байланысты табатын жылдамдығымызбен, мына аралықты S2 мен Т2-ге табатын жылдамдығымыз, бұл екеуі бір-біріне не болады? Тең болады. Сол кезде бір қалыпты түсу сызықты қозғалыс деп отырғанымыз, әрдайым бізде жылдамдық не болады екен? Тұрақты, константа, шамаға тең. Яғни, жолдың әрбір бөлігіндегі кеткен уақыты мен жүрілген жолы әрдайым тең болады. Бұл кезде қозғалыстың теңдеуі қандай? В тең болады S бөлінген Т деген анықталады. В деп отырғанымыз бізде жылдамдық. Өлшем бірлігі халықаралық бірліктер жүйесі бойынша метр бөлінген секунд. S деп отырғанымыз жол. Және Т деп отырғанымыз бізде ол уақыт береді. Яғни бізде бір қалыпты түсу сызықты қозғалыс деп отырғанымыз, жолдың әрбір бөлігіндегі жүрілген жылдамдықтары не болады? Тең болады. Тең болады деп отырғанымыз, әрбір бөлікте кеткен жолымыз бен уақыттарымыз бірдей болады дегенді білдіреді. Енді келесі бізде айнымалы қозғалыс болсын. Айнымалы қозғалыс, айнымалы қозғалыс кезінде манағы Әйгерімнің мына аралықтағы мысалы А, В, С және Д аралығымыздың. А мен Д манағы айтып кеткенімізде бізде орын ауыстыру болады. Бізде мына А мен В-ның аралығында S1 жол жүреді, В мен С-ның аралығында S2, С мен Д-ның аралығында S3. Яғни уақыттары да бар белгілі. Мына уақытпен жолға байланысты біз жылдамдық табатын едік. Енді қарайық, мына аралықта Әйгерім 5 метр секунд жылдамдықпен жүрсін.
мына аралықта 4 метр секунд жылдамдықпен жүрсін, мына аралықта 7 метр бөлінген секунд жылдамдықпен жүрсін. Манағыдай мына әрбір бөлігінде жүрген жылдамдығы уже бізде тең емес, иә? Осы тең емес аралықтағы қозғалыс бізде айнымалы қозғалыс болады. Айнымалы деген сөз бізде жалпы айтқан кезде жылдамдығы әрдайым өзгерісте болады деген сөз. Яғни бізде жылдамдық константа емес, тұрақты емес. Ал осы кездегі мына мәндердің өзгеруіне байланысты бізде жаңа ұғым пайда болады. Ол бізде үдеу деп аталады. Үдеу дегеніміз формасы векторлық шама әрдайым белгілі бір уақыттағы жылдамдықты көрсетеді. Болмаса жылдамдықтың шапшаңдығын бізде үдеу деп атаймыз. Мына аралықта мысалы 3 метр секундтан 7 метр секундқа дейін ода белгілі бір жылдамдығы 4 метр секундқа артып тұр. Осыны негізі мына жерде бізде дельта деген тама қойылады. Соңғысында жылдамдығымыз 7 метр секунд, азайтам 3 метр секунд. Мына бөлікке ода жалпы 5 минут кетті деп қарастырайық. 5 минут. 5 минутта 1 минутта 60 секунд бар, 5 минутта 300 секунд бар. Сонда бізде үдеуіміз 7 азайтқан 4. 4 бөлінген 300. Мынаны әрі қысқарта берсін. 2, 150. Одан тағы бөлінген 1 бөлінген 75. метр бөлінген секунд квадраттағы үдеуді алады екен. Енді қарайық, қозғалыстың бізде екі түрі бар. Айнымалы қозғалыс бізде екі түрге бөлінеді. Үдемелі және кеммелі. Үдемелі деп отырғанымыз не? Егер біздің бастапқы мына 3 метр секунд жылдамдықтағы бастапқы жылдамдығымыз V0 или V1 болса, соңғысында бастапқы мәнге қарағанда артатын болса, мына жерде бізде артып отыр. Артатын болса, онда сізде ол қозғалыс үдемелі деп аталады. Ал егер керісінше мына аралықтағы біздің жылдамдығымыз 7 метр секунд емес, 1 метр бөлінген секунд болатын болса, мына жерде 3 метр секундқа қарағанда 1 метр секунд аз. Бұл қозғалыс сізде бізде кеммейлі қозғалыс болады. Яғни бастапқысына қарағанда соңғысы кемиді. Енді қарайық, дәл осы кездегі бізде жылдамдықтың жалпы өзгерісінде қарастырады. Ол бізде V тең болады V0 плюс минус AT. Мынау үдеу мен уақытқа тәуелді формула деп аталады. Мына жердегі, егер сіздің қозғалысыңыз үдемелі болса, плюс қойылады. Ал кеммелі болса, минус қояды. Бұл қозғалыстың екі түрі. Енді бұдан басқа бізде орын ауыстырудың мәнін есептеуге болады. Ол S деген формуламен анықталады. Ол бізде S0 плюс V0 плюс минус AT квадрат бөлінген 2 деген формуламен анықталады. S0 деп отырғанымыз не? Белгілі жылдамдығымыз артпай тұрған кездегі біздегі пайда болған бастапқы жылдамдығымыз, мысалы, есеп берілуі мүмкін. Машина 3 километр қозғалыста мынандай жылдамдықпен қозғалып бастады. Бұл жердегі сіздің бастапқы неңіз, S0-іңіз нешеге тең болып тұр? 3 километрге тең болып тұр. V0 біздің бастапқы жылдамдығымыз, біздің жағдайымызда 3 метр секунд болды. Осы 3 метр секундпен ол қанша уақыт қозғалды, сол тының мәні. Үдеуіміз жаңа біз таптық, мысалы 1 бөлінген 75-ге тең болды. Және Т осы аралықта жүрілген мына Т мен мына Т екеуі бір-біріне тең болады. Енді мына жерде плюс қай кезде қойылады? Үдемелі болса қойылады. Ал кеммелі болса біз минустан басылмаймыз. Мынау жалпы үдемелі және кеммелі қозғалыс кезіндегі орын ауыстырудың формасы осы теңдеу арқылы анықталады. Бүгінгі біздің сабақ бойынша қарастырған қозғалыс түріміз бір қалыпты қозғалыс болды. Оның ішінде бір қалыпты түзілісті қозғалыс және бір қалыпты айнымалы қозғалысты қарастырдық. Бір қалыпты қозғалыс кезінде, түзілісті қозғалыс кезінде бізде жылдамдық әрдайым тұрақты болады. Ал айнымалы қозғалыс кезде бізде жаңа ұғым үдеу деген ұғым пайда болады, және де осы үдеудің шамасына байланысты бізде үдемелі және кеммелі қозғалыстар болады. Сонымен сабақ аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.